Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге қуырдақ кесе немесе кесе самса тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Қарап тұрсаңыздар, қамыры песочный болып пісіретін боламыз. Үгітіліп тұратын болады. Өте дәмді, бір кесен жесеңіздер өте тойымды болады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Ұнымызға ерітілген маргаринімізді құямыз. Мен маргариным ыстық болып тұр. Ұнымызға шетінен құйып отырып, тұзды суымызды құйып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмыс жасауға ыңғайлы, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Қамырымыз песочный тесто болып шығады. Илеп қойған қамырымызды пакетке салып 10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тыну үшін 10 минуттан кейін аламыз да қайтадан бір рет басамыз. Бір рет басып, тағы да бір 5-6 минутқа қойып қоямыз. Салмасын 4 бұрыштығы турап дайындап алдым. Тұз бұрышымды салып дәмін келтіріп жатырмын. Қыздар, кесе самсаны картошка, ет, ішек май немесе құйрық май пиязбен жасалынады. Менде ішек майым, құйрық майым болмағандықтан мен салмасына сәбіз, редька, перцтерді қостым. Ол міндетті емес. Үйлеріңізде егерде құйрық май мен ішек май болса, молырақ қойсаңыздар өте дәмді болады. Майлы болып өте дәмді кесе самса болады. Қамырымыз 15 минутта тынды. Қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз, үлкенірек көлемде. 6 бөліктен кейін жарты бөліктен кішірек қылып тағы да 6 бөлікке бөлеміз. Видео барысында барлығы толық көрсетіледі. 6 бөлікке орташа төменнен кейін кішірек бөлікке тағы да 6 қылып бөліп аламыз. Бір кесеміз 3 бөліктен тұрады, 3 бөлік қамырдан тұрады. Пакетке салып қоямыз. Қамырымызды қаясып қалмас үшін шетінен алып жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші үлкен қамырымызды алып жайып аламыз. Одан кейін сорпа ішетін ыдысымызға саламыз. Салғаннан кейін ішіне салмамыз саламыз. Қамырымызды орташа қалыңдықта жаямыз, қыздар. Салмамның үстіне кішірек қана бөлшекте сары май салатын боламын. Менде ішек май, құйрық май қосылмағандықтан менің салмам құрғақ болып қалмас үшін ішіне саламын. Егер сіздерде құйрық май, ішек май салмаларыңыздың арасында болса, онда сіздерге сары май, яғни маргарин қосудың қажеті жоқ. Енді қамырымызды түйеміз. Қамырымыз түйген кезде ішіне сорпамыз, майымыз ағып кетпейтіндей қаттылап түйіңіздер. Екінші қамырымызды да орташа қалыңдықта жайып аламыз. Бұл кесеміздің астындағы тарелкасы болады. Кесемізді үстіне қоямыз. Қамырымыз шығып қалған қамырымызды кесеміздің астына итеріп салып қоямыз. Үшінші қамырымызды бір кішкентай ғана бөлікке бөліп аламыз. Қалған екі қамырымызды осылай лағманды жайғандай жайып аламыз. Қолымыздың көмегімен осы жайып алған қамырымызды біріктіріп осылай бұраймыз. Бұрағаннан кейін домалатып біріктіреміз. Біріктіргенде ашылып кетпейтіндей қаттылап біріктіріп алыңыздар, қыздар. Кесеміздің үстіне қоямыз. Кішкентай ғана қамырымызды домалақтап осы бұратқан қамырымыздың үстіне қоямыз. Осындай әдемі кесеміз шықты. Пешіміздің ыдысына кеселерімізді салып аламыз. Жұмыртқамыздың сары уызын толықтай жағып шығамыз. Қызып тұрған 180 градустағы пеште 45-50 минутта пісіріп аламыз. Міне, қыздар, менің самсам 50 минутта пісті. Өте дәмді болып шықты. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер де видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.